Ассалаумағалейкум достар. Біздің әлем әдемі және таңғы жайып мекендерге толы. Әр қадам сайын алдыңызда жаңа әдемі орындар ашылады. Біздің планетамыздың халқы сан алуан. Әр мәдениеттің өзіне тән көрікті жерлері бар. Олардың барлығы бірегей және жыл сайын миллиондаған туристерді қызықтырады. Сізге әлемдегі 5 көрікті мекенді таңдауын ұсынамыз. Олардың көріністері сіздің ішкі саяхатшыңызға да шабыт бере алады. Достар, бұл қызық екен арнасы. Біз бастаймыз. Туристер мен фотографтар арасында өзінің түрлі түсті және толқынды пішіндерімен танымал. Құмды жыныстың түзілуі тастарға жат көрініс беретін таңғажайып ландшафттарды құрайды. Экожүйенің табиғи тұтастығын сақтау үшін мұнда жол салынбайды, ал табиғи ескерткішті жойылудан қорғау үшін мемлекеттік және қоғамдық жерлер бюросы күніне 20 ғана турист деген шектеу қойған. Әлемнің әр түкпірінен туристер мұнда таңғажайып толқындарды бір көзімен тамашалауға келеді. Бірақ тек таңдаулы адамдар ғана сәттілікке қол жеткізеді. 10 жолдаманы онлайн режимінде 30 ойына жіберілсе, экскурсиядан бір күн бұрын тағы да 10 билетке конкурс ұйымдастырады. Сокотра әлемдегі зерттелмеген және оқшауланған аралдардың бірі. Туристер іс жүзінде мұнда келмейді. Келушілердің жалпы саны жылына 2000-ға ғана жетеді. Бірақ Сокотра мекені қызық емес деп айтуға бұл себеп емес. Өзінің фантастикалық ландшафттарымен, таңғажайып фауна және сирек кездесетін флорасымен ерекшеленеді. Аумақты зерттеу жергілікті өсімдіктермен танысумен басталады. Архипелагта флора мен фаунаның ерекше түрлері сақталған. Олардың көпшілігі басқа жерден табылмайды. Аралда әр түрлі өсімдіктердің 825 түрі бар. Олардың 40% ерекше және басқа жерде кездеспейді. Қызыл айдаһар, аңыз бойынша айдаһар ағашы. Оны оңай танисыз. Биіктігі 10 метрге жететін жасыл қалпақшалы саңырауқұлақ түріндегі ағашты ештеңемен шатастыруға болмайды. Олинь-Юань таулары 800 метрге жететін 3000-ға жуық шың мен түбектен тұрады. Таулардың ауданы 369 км квадратты құрайды. Олардың бәрі өзен көлдермен және сарқырамамен бөлінген. Сонымен қатар таулардың ішінде 2 табиғи көпір мен шамамен 40-тан астам үңгір бар. Тауларда жойылып бара жатқан бір қатар өсімдіктер мен жануарлардың түрлері кездеседі. Және де бір қызықты факт, бұл таулар Аватар фильміндегі керемет табиғат көріністеріне шабыт берген. Каша-Катува ұлттық ескерткіші таңғажайып табиғат ескерткіштердің бірі. Ол енталғанпаз саяхатшыларды да таңғажайып пішіндерімен таң қалдырады. Ескерткіш Нью-Мексико штатында теңіз деңгейінен 1950 метр биіктікте орналасқан. Бұл аймақ 2001 жылдың қаңтарында ұлттық ескерткіш ретінде тізімге енгізілген. Ескерткіштің екінші атауы шатыр тастар, және бұл аттың шығуына себебі бар.
Ғасырлар бойы шөгінді вулкандық жыныстар мен күлдер осы түзілімдерді қалыптастырып, желдер мен эрозия әсерінің арқасында олар қазіргі формасына ие болған. Қазіргі уақытта ескерткіш үнді қауымдастығының қарауында, және бұл жерге күндіз ғана баруға болады. Бұл таңғажайып табиғи кешен сену қиын болса да, жанартау атқылауынан пайда болған. Табиғи құбылыстың бұл нәтижесі солтүстік Ирландияның көрікті жерлерінің арасында көшбасшыға айналған және көптеген туристерді қызықтыруда. Егер сіз бұл табиғи нысанды биіктіктен қарасаңыз, тас тіректер бал ұяларына ұқсайды. Барлығы 6 бұрышты болып келеді. Тас мүсіндерінің биіктігі 12 метрге жетеді. Таң қаларлық емес, 1986 жылы бұл таңғажайып мекен ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілген. Осыған қарамастан ешкім келуге қатаң ережелер қоймаған. Туристер әдемі теңіз көріністерін тамашалап, және бұл жерді өздері зерттей алады.